Самуэл кішкене пайғамбар. Ей жаратқан ие, ибадатымды есіт. Егер сен маған перзент берсең, сол перзентімді саған, сенің қызметіңе бағышлаймын. Мен оны осы ибадатханаға алып келемен. Ол өмірінің ақырғы күніне шекем саған қызмет қылады. Уәде беремен, Құдайым, сенен ілтимас, маған перзент бер, өтініп сұраймын сенен, Құдайым. Ей хаял, бұл Құдайдың үйі. Шарап ішіп алып сөйлейтұғын жер емес. Бар жолыңнан қалма. Бірақ мырза, Бар кет дедім саған. мен шарап ішпегенмен. Бұл менің ғам қайғымның көплігінен. Мен жүрегімдегіні иеме төгіп атырман. Мен Егер сондай болса, мен білмеппен. Яқшы, мен алжастым. Маған құлақ сал. Бара бер аман сау. Израиль халқының Құдайы тілегіңді орынласын. орынлай ма? Неге орынламас екен? Уәде беремен. Ол харекет етеді. Міннеттарман мырза. Сіз бас рухани Элисіз. Мен білемен. Құдайым сіздің сөзіңізді естеді. Жанға тидің, былай шық қаршал. Қандай хақың бар, бұл сенікі емес. Сіз біздерді ұрыға шығарып атырсыз ба? Тоқтаңлар, тоқтатыңлар. Салам, әкежан. Бұл жерде не болып атыр? Еш нәрсе. Бұл адам біздерге тиесілі көшті беруден бас тартып атыр. Мен Мусаның низамлары талап қылғанларын жанымменен беремен. Бірақ мына жігітлер, әрдайым мен құрбанлық алып келгенімде, Эли, сенің балаларың маған тиесілі болған бөлегін алып қоймақшы болады. Менің де ақылық балаларым бар, оларға да ауқат беруім керек. Оған құлақ салмаң, әке, ол ұйқысырап атыр. Болды, яқшы, яқшы. Сені мен балаларым бұндай ақмақлық қылмақшы емес еді. Оларға айтқан бар гәпің ұсы болды ма? Бірақ мен бұл жерге енді қайтып аяғымды баспайман. Бұны есіңде тұт, Эли. Бұл менің ақырғы құрбанлығым. Хофни, Пинехас, неге бұндай қылып атырсызлар? Ол бар жоғы бір сықмар шал. Біздерді айыпламаң, әке. Бұл қандай күн болды? Жылап атырған хаял, ұрсып атырған еркеклер, құлақсыз балалар. Эли. Эли. Сен кімсің? Саған бұл жерде тұру мүмкін емес. Мен сенің алдыңа Құдайдың хабарыменен келдім. Ешкім бұл ибадатханаға менің рұқсатымсыз кірмейді. Абайлы бол, Эли. Неге иемнің құрбанлық һәм садақаларынан ұрлап атырсың? Неге өз балаларыңды Құдайдан артық көріп атырсың? Балаларымды Құдайдан артық көріп атырман? Қалайынша? Қандай хақың бар? Сен мұқаддес құрбанлықларды ұрлауға жол қойдың.
Сенің үйіңе нәлет жауылсын. Эли, Құдай саған былай дейді. Менің қалеуімді әмелге асыратуғын бір руханиді таярлаймын. Ол менің кеулімдегідей қызмет қылады, һәм Израиль халқын басқарады. Мені шетлетіп таслайды ма? Құдайым бұндай қылмайды. Мен бас руханимен. Жаным балам, сен үшін ибадат қыламан. Анаң сені ұзақтан шақырар. Менің сөзлерімді ием естер. Менің дуаларымды ол естті. Міне, сен барсаң. Арзуларым әмелге асты, жаным балам. Менің мехрім менен сен өсіп атырсаң. Мен анық білемен, сен жоғарыдан берілген сауғасаң. Жақын арада мені қалдырып, Құдайға қызмет қыласаң. Бақытлы бол, менің сөзлерімді есіңде тұт. Жаным балам, сен қай жерге барсаң да, ата-анаңның мұхаббаты сенің менен бірге болсын. Сен ұзақта болсаң да, Құдай ием һәм мен сенің менен біргеміз. Ибадат қыл, біздер қасыңа келеміз. Жаным балам, сен үшін ибадат қыламан. Анаң сені ұзақтан шақырар. Менің сөзлерімді ием естер. Менің дуаларымды ол естті. Міне, сен барсаң. Dearest child, I prayed you hear. Your mother called for you from afar. Oh, from my lips to heaven's ear, my earnest prayer was heard. Here you are. Хофни, Пинехас. Балаларым қай жерде екен? Хофни, Пинехас. Бұның хаммесін өзім істей алмаймын. Пинехас. Сіз мені еслей аласыз ба? Еслей алмасаңыз керек. Сонша жыллар өтті. Сіздің уәдеңіз әмелге асты. Оның аты Самуил. Мен оны Құдайдың құрметіне лайық қылып тәрбияладым һәм өсірдім. Ол сізге жақсы қызмет етеді. Маған қызмет етеді? Ауа, ол осы жерде жасап, өмірінің ақырына шекем Құдайға қызмет қылады. Егер Құдайым ұл берсе, өмір бойы қызмет қылады деп ант ішкенмен. Яқшы, мен балаға бір нәрсе ойлап табаман. Оны алың, ілтимас. Менің антымды орынлаң. Сізге қызмет ету мен үшін даңқ абырай. Мен әр жылы осындай уақытта сенің алдыңа келіп тұраман. Анажан, мен Құдайға өмірімнің ақырына шекем қызмет қыламан. Мына перденің артында Құдайдың келісім сандығы жайласқан. Оның ішінде Құдай тарапынан Муса пайғамбарға берілген тасқа жазылған низамлар сақланады.
Саған ол жерге кіруге болмайды, Самуил. Тек қана маған кіруге болады. Себебі бұл жер мұқаддес. Түсіндің бе? Тасла оны. Ағаш ыдысты толтыр. Абайлы бол. Малға су тасып атырғаның жоқ. Ағаш ыдысқа. Бәлкім керек емес шығар. Егер әкеңіз оянып қалса не? Оянбайды. Біздерге келісім сандығын көрсетесіздер ме? Мен білемен. Біздер басқа тараптен кіреміз. Или. Былай жүріңлер. Әкем оянып кетіпті. Қаштық. Сенімім кәміл, бәлкім көзіңе көрінген шығар. Яқ, олар сандықты көрмекші еді. Мүмкін емес. Ховни һәм Пинехас бір уақытлары таяқ жеуді сағынып қалады. Бірақ олардың ешқашан мұқаддес сандық тұрған жерге кіруге батылары бармайды. Бірақ мырза, Самуил, сен бұл жерге маған ақыл үйретуге емес, ал қызмет етуге келгенсің, солай емес пе? Iltimos, аяқ киімлерімді бер. Самуил, ана. Анажан, Самуил. О, Самуил, сен үлкейіп қалыпсың. Неге? Ол оларды жазаламай ма? Или жүда мехрибан. Ол тек қана оларды не қылуды білмейді. Бәлкім үйге қайтарсаң. Берген уәдеміз не, анажан? Егер һәммесі сенің айтқанларыңдай рас болса, Құдай мені кешіреді. Яқ, анажан, мен Құдайға қызмет қыламан. Мейлі, менің кететұғын уақытым болды. Ауа, білемен. Бір жыл тез өтіп кетеді. Мен сені жақсы көремен. Самуил. Мен осы жердемен, мырзам. Не?
Не болды? Meni шақырдыңыз ба? Шақырдым? Yo'q, barib uxlab olam. Samuel. Және не болды? Мырзам, meni шақырдыңыз ба? Мен сені не деп шақыраман? Сіз менің атымды айтып шақырдыңыз. Iltimos senden Samuel. Men шаршадым. Төсегіңе барып жат. Samuel. Eli, мырзам, Не болды? Не болды? бұл ретте сенімім кәміл. Мен анық естім. Samuel. Сен елі естуге жүді жазсаң. Мені диққатпенен тыңла, Samuel. Барып орныңа жат. Егер және дауысты естісең былай де. Айта бер, ием, сенің қолың естеді. Samuel. Samuel. Айта бер, сенің құлың тыңлап тұр. Samuel. Мен Eli һәм оның балаларын басқа гүнә эшләмәңләр дип ескерткен едім. Бірақ олар маған құлақ салмады. Сол себепле қылған гүналары үшін тез арада олардың басына қайғы жаулады. Міне сен қай жерде екенсің? Сені орныңнан таба алмадым. Қане, ол не деді? Қане, айт. Айта алмайман. Қане бола ғой, бол. Менен жасырма, Samuel. Бұл мен һәм менің балаларым турысында ма? Ол сізді ескерткенмен деп айтты. Әммесін айта бер. Оның айтуынша, сізді үкім ету уақыты келіпті. Енді жүдә кеш болыпты. Eli, неге сіз өзгермедіңіз? Ол нені мақұл көрсе соны қылады. Мен соған лайықпан. Мен оған бойсынбадым. Балаларым да бойсынбады. Бірақ сен, Samuel, мен бүткіл өмірім бойы күткен нәрсені алдың. Оған қызмет ет, Samuel. Хофни, мына жаққа бір қара. Әне. Филистилер. Филистилер бұл жерге кірмейді, туыры ма? Samuel, iltimos, басыңды иіп Құдайға ибадат қыл. Бұл сен бісің?
Филистилер ырымга берилген халк. Олар келісім сандығын көрсе, дәру қашады. Сен келісім сандығын ұрыс майданына алып баруға болмайды. Осы жерде отырып қашан біздерді вайран етуін күтіп отыра алмаймыз ғой. Хофни, Пинехас, өтінемін сіздерден, iltimos. Яқ, бұндай қылмаңлар. Тоқтаңлар, яқ. You can't. Stop. You can't do this. Яқ. Эли! Эли! Қандай жаңалықлар бар, әскер? Айта ғой. 4000 Израилі құрбан болды. Яқ, Сенің балаларың, оларға не болды? Қане олар? олар да қайтыс болды. Хофни, Пинехас. Келісім сандығы. Филистилер келісім сандығын алып кетті. Ханна, пайғамбар келді. He's coming. Ол сені көрмекші. You. Самуил, Сәлем, анажан. қанша жылдар өтті. Анажан, мені кешірің. Мен қапа емеспен. Сен Құдайға қызмет қылдың. Айтып бер, қай жерлерде болдың? Where have you been? Ахметлісі Мисбахта һәм Гилгалда, және Бетлехемде болдым. Мен Бетлехемде караматлар көрдім. Анажан, хақиқи караматлар.